Шердің yüksek бинасында чифтлік. Одесса сакені мескун evінің мағазында yolақлар açıp mikroyeşillik асырай. Бостанчының файдалы мақсулыны 100-ден зеде ресторан сатын ала. Файдалы мақсул бір айда $2000 кәр кетіре. Оз бизнесіні гизлемей ве бұйық авеснен істегенлерінен тәжірибесінен пайлаша. Атта онлайн мектеп ашты. Анда о студентлеріні огретте шер чифтлігінде мұхберлерімізде болынды. Тавсилатлыджа Невбеті Калевхамызда. Бу Одессадаки yüksek binanın мағазы. Там бу ерде бір чифтлік ерлешті. Мында микро-ешілік өстірілі. Бу ерден ондан файдалы емеклер пішірілежек ресторанларға кетірілі. Мағазның бір сантиметрі чифтлік үшін донатылған. Иван мында экологик мақсулат асырағанын айта. Здесь вот я решил на этой ферме. Мында бу чифтчиликте яны технологияны куланмага карар алдым. Там гидропоника эсасында асрав. Субстрат кокос олмадан ақап су қоланам. Анавы ерде ярық диодлы лампасы тұра. Бұл технологияның мұзбет тарафы мұнда ичбір пестициділер қоланмақ керек дегел. Эвел Иван ашчы олып çalışты. Ашларнен экспериментлер кечіріп, өз үшін микроешілік кешіп етті. Бұл аз калориялы, ама айны заманда витаминлернен тойығын мақсулдыр. Оны өзуде асырап бақмаға тырышты. Нетижеде Иванны о қадар илхамландырды ке, атта түрлі урлух ве күрпелерін асышламаға башлады. Вот вы знаете, что такое? Сіз бұғдай фиданлары не олғаныны білесіңіз? Эркес эдей, білесіз білеміз. Бұда айны амадан оқут айлық тұрып, күнайлан кинза фиданлары бар. Бір айда чифтлік $2000 зияде кетіре. Бизнеснен мувафақиетлі оғрашмаға Иван істегенні огретті. Ютубдаки каналында микроешілікні асырамаға істегенлер үшін бір мектеп тешкелетті. Интернетте шейер чифтчісіне ешіл шеф кибетанайлар. Уже несколько курсов у меня прошло, несколько потоков. Мен студентлерні огретем, енді бір қач курс кечті. Мына март айтындан башлап огретем. Бұл вақыт ішінде Киев, Беларусь, Қазақстанда или чифтлік алмаға огреттім. Иваннен Одесса ве Украинаның дигер шейерлерінден 100-ге қадар ресторан ішбірлік көре. Айталар ки, файдалы ашлар зиеретчілер тарафындан яқшы алана ве туристлерні желіп әте. Гости, которые... Гарби Украинадан келген мусафирлер пек қуана. Олар үшін бұл ноу-хау, біз үшін бұл әнді адишей. Олар ісе қуана. Одессалы иш адамы бұл кележекнің ашы деп айта. О, бұл кебет чифтліклер шейерінің районында олса, доғру аш кесі үшін ерішімлі ве ән асасы фаст-фудға бақында файдалы олажағына айнана.